Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз қазақтың батыр қыздары, екінші сабақ. Өткен сабағымызда қазақтың батыр қыздары Әлия Молдағұлова мен Мәншүк Мәметованың өмірбаяны мен ерлігімен танысқан болатынбыз. Бүгінгі сабағымызда соны ары қарай жалғастырамыз. Қазір орындайтынымыз оқылым тапсырмасы 6-шы тапсырма. Мұқият тыңдап, кітапқа қарап, назарларыңызды аударып отырыңыздар. Осыдан 70 жыл бұрын Ұлы Отан соғысы деген атпен тарихта өшпестей із қалдырған алапат қырғын басталып еді. Кеңес одағындағы басқа халықтар секілді қазақтар да қолдарына қару алып неміс фашист басқыншыларына қарсы аяусыз күресті. Осы соғыста ерлермен қатар қазақ қыздары да ерлік көрсетіп, ұлттың абыройын асқақтатты. Қазақтың қыздары да намысшыл, аршыл, қайратты екендігін төрткүл әлемге паш етті. Солардың қатарында Мәншүк Мәметова мен Әлия Молдағұлова да бар. Бірі пулеметші, екіншісі сұр мерген. Мәншүк пен Әлия ел есінде мәңгі қалды. Оларды білмейтін, ерліктеріне қанық емес отандасымыз некен саяқ. Өкінішке қарай, біз соғыс аяқталғанынан 60 жылдан кейін барып қана қазақтың тағы бір қызы соғыста айрықша қаһармандық көрсеткеніне қанықтық. Ол Хиуаз Доспанова еді. Хиуаз соғыстың белгілі ұшқыш қызы Марина Раскова мен басқарған ұшқыштар бұл күнде штурман қызметін атқарды. Жау шебіне 300-ден аса ұшып шықты. Соғыс кезінде көрсеткен жауынгерлік ерліктері үшін Қызыл жұлдыз, 2-ші дәрежелі отан соғысы ордендерімен, көптеген медальдермен марапатталды. Хиуаздың соғыстағы ерлігі лайықты бағаланды. Еліміздің жоғарғы марапаты халық қаһарманы атағына ие болды. Сөйтіп, бұрыннан белгілі батыр қыздарымыз Мәншүк пен Әлияның қатарына Хиуаз келіп қосылды. Бұл мақтаныш. Жаңа ақпаратты ала білдіңіздер деп ойлаймын. Осыған байланысты сұрақтар дайындаңыздар. Сұрақтар дайындау өте жеңіл. Келесі тапсырма, 7-ші тапсырма. 4 сөйлем әдісін пайдаланып, өз ойларыңызды жеткізіңіздер. Яғни ПОВС формуласын пайдаланамыз. Бірінші, менің ойымша бұл мәтінде қазақтың батыр қыздар. Өйткені бұл мәтінде Мәншүк пен Әлияның ерлігі, сонымен қатар қазақтың ұшқыш қызы Хиуаз Доспанованың ерлігі туралы айтылады. Тағы бір айта кетерлігі, Хиуаз Доспанова көптеген медальдармен марапатталған. Қорытындылайтын болсақ, қазақтың қыздары батыл, ержүрек, намысшыл қыздар. Осыған ұқсатып жазсаңыздар болады, көшіріп алудың қажеттілігі жоқ. Келесі тапсырма, 8-ші тапсырма. Осы жаңа аталған, біз жаңа ғана танысқан Хиуаз Доспанова туралы ақпарат жинаңыздар және оны әңгімелеп беріңіздер. Бұдан кейінгі тапсырма, 9-ші тапсырма. Қаһарман сөзіне кластер құрып, ойларыңды дәлелдеп айтыңдар. Қаһарман дегеніміз кім? Қаһарман болу үшін не істеу керек? Олар қалай көзге түседі? Олар кім үшін осы ерлік жасайды? Соны сызбаға көрсете қойыңыздар. Сонымен қатар, қазіргі біздің өмірімізбен байланыстыратын болсақ, бүгінгі күннің қаһармандары деп кімдерді айтуға болады? Қазіргі таңда кім қаһармандық ерлік көрсетіп жүр? Кім батыр болып жүр? Бүгінгі қазіргі еліміздегі, бүкіл әлемдегі көзге көрінбейтін жаумен кім шайқасып жүр? Кім соларды ауыздықтап жүр? Мына халықты кім қорғап жатыр бүгінгі таңда? Соны ойланып, өз ойларыңызды жинақтап жазсаңыздар өте керемет болар еді. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.